нәпсімен күресу деген нәрседегі, нәпсімен күресуді кейде біз денеміз. Нәпсімен күресу үшін қалай істеу керекпіз? Көп бір кітап оқығымыз келеді, үлкен. Түсіндіңіздер ме? Оның бәрі артық болады о жерде. Ең бірінші мына нәрсе бізде болу керек. Әрдайым нәпсіңе керісінше істеу. Нәпсіңмен күресу деген сол. Қиындатып әкететін тақырып бере жоқ. Нәпсіге керісінше істейсің, болды. Түсіндіңіз ғой? Мысалы, жаңағыдай бір ғайбат айтылатын сәт келіп қала ма? Айтқың келіп тұр екен, мына жақ негізгі тақырыбы оның ол. Кәсібі болып қалған да. Керісінше істейсің да. Бірақ ана не тілмен айтқанда ломка болады. Рас болады ол. Айтқың келіп тұрады ананы. Өзіңді ұстап отырып, бір 15 минуттан кейін де айта жаздап қалып қайтып. Өйткені бұл үйреніп қалған да ол. Біз сол кезде ғана біз сеземіз. Осы қашан керісінше істеу бізде басталады, сол кезде біз білеміз өзіміздің әбден бұзылғанымызды. Біз бұзылған сияқты емеспіз да ішкі дүниеміз. Бірақ біз көп бұзылғанбыз. Көрдіңіз бе қандай мәселелер бар? Тез ашуланып кетеміз біз. Неге? Еркекпіз. Көрсету керек еркектікті. Пайғамбарымыз саласам айтады, кімде-кім ашуын жұтасаса, алады жаңағы әрдайым ашуланатын кезде ашуын жұтатаса, қараңыздаршы, пайғамбарымыз саласам қандай тақырыпқа дейін әкелуге тырысып жатыр да, бізді сол ашудан тоқтату үшін, ызадан. Енді керемет нәрсе. Мен қазама ғойзан, кімде-кім жаңағы ызаланайын деп тұрған кезде ызасын жұтасаса, Раббысының алдында төмендеп, юхауару яумал қиямати дейді. Минал хурил айни ма яша. Қиямет күні Аллах тағала адамдардың алдына жаңағы дәрежеге бөлеген кезде алып келеді де, хор қыздарынан қалағаныңды таңда деп айтады екен. Бірақ қара қандай сауаппен тоқтатып жатыр да пайғамбар саласам. Өйткені тоқтау невозможно болып кеткен. Үйреніп қалған біз өйткені. Сондықтан хор қызы керек па? Азанын жұту керек. Қай жерде жұта алмай қалдыңыз, жазғырыңыз өзіңізді. Болды. Бір шанс кетіп қалды. Бірақ Алла тағала өмір берген, ертең қайтадан сондай шанстар қайталанады. Вот сол кездерде өзіңді ұстап қалсаң, міне, түсіндіңіз ба? Сол нәпсі деген нәрсе осындай нәрсе. Сондықтан мына жаққа күнәға деген ізденіс салынғаннан кейін біз құтыламаймыз одан, түсіндіңіз ба? Жаңағы сол күнәні оятып жіберетін нәрсеге тек жақындамау арқылы ғана біз аман қаламыз. Түсіндіңіз ба? Шайтанның есіктері тұрады, шақырады ол. Періштелер айтады, мына есікті ашсаң, қараңыздар, интафтаху, егер ананы ашып қалсаң дейді, кірмей қоймайсың дейді. Қара қалай айтып отыр. Кірмей қоймайсың дейді. Ашып қойып одан кейін кірмеймін мен деп тұрып болмайды дейді ондай. Зу етіп кіріп кетесің дейді. Сондықтан ашу мәселесі осы. Түсіндіңіз ба? Әсіресе интернетте отырған кездерде өте қиын. Нәпсі сондай үйреніп қалған, айналаның бәрі сондай. Жердің беті сол да. Сол себептен пайғамбарымыз салам айтады, ад-дуния сижнул муъмин. Бұл дүние муъминнің абақтысы дейді. Абақтысы деген сөз жаңағы күнәларға байланысты. Нәпсіге не? Шанс бермейсің. Өте қиын. Сөйтіп күресіп, Алла тағала адалдығыңызды көреді, сосын жеңілдетіп жібереді бұл істі сізге. Оны жеңілдетіп жіберген кезде біраз тынышталасыз.